Қазақстанда келесі жылы аштық болады. Себебі барлық тамақ, киім-кешек қымбаттайын деп тұр. Газ, су, свет, бензин, дизель, азық-түлік бәрі қымбаттайды. Себебі налог қымбаттап жатыр. Бірінші жаңа январдан бастап Қазақстанда налог қымбаттап жатыр. Енді сендердің жағдайларың қиын болады. 32-ші жылдағы сияқты аштықтан қырыласыңдар енді. Неге? Себебі сендер бейбіт шеруге шықпайсыңдар, өз құқықтарыңды талап етпейсіңдер, жақсы өмірді талап етпейсіңдер жоғарыдағы биліктен. Сол үшін бейбіт шеруге шығу керек. 5 қаңтар сағат 12-де акиматтардың алдында 2026 жылы Қазақстан бойынша бейбіт шеруге шығуға шақырамын. Алға Қазақстан, алға Атажұрт партиясы. Рахмет бәріңізге. Қасым-Жомарт Тоқаевты түрмеге соттаймыз, иншаллах. Назарбаевты түрмеге соттаймыз, иншаллах. Алға Қазақстан, тек қана алға.